Бүгін біз Алматының ең көрікті жерлерінің бірі үлкен Алматы көліне, яғни БАО-ға жолға шықтық. Ең алдымен біз Президент паркіне барып сол жақтағы аялдамаға отырып, Дулати проспекті арқылы жоғары қарай соңғы аялдамасында түсіп қалдық. Ары қарай жаяу жүруге тура келді. Қаладан шыға сала таза ауа, тау көріністері бірден сезіле бастайды. Жол бойы ирелеңдеген серпантиндер, биік таулар мен жасыл ормандар ерекше атмосфера сыйлайды. Әр бұрылыста жаңа пейзаж ашылып, табиғаттың сұлулығына таң қаласың. Досым екеуміз музыка қосып көңілді көңіл күймен жаймен шыға бастадық. Жоғарылаған сайын ауа салқындай түседі, ал қала шуынан алыстап, толық тыныштыққа енесің, солай бірте шлагбаумға да жетіп қалдық. Алдымыздан жоғары беттеген БАО-ға апаратын су құбырын көрдік. Ол өте ұзын екен, тура көлге дейін жетеді екен. Жолда көрген әсем табиғат пен жыпырлап өскен ормандар бірден көзге түсті. Олар өте керемет, сұлу, әдемі, әрі адам жүрегін баурап алатындай көрінді. Мен сол кезде табиғаттың күштілігін сезіндім. Міне біз тура сол қылыппен көлге де жетіп қалдық. БАО Алматы қаласының маңында Іле Алатауының биік тауларында орналасқан табиғаты ерекше көркем жер. Көл теңіз деңгейінен шамамен 2500 метр биіктікте орналасқан және мұздықтардың әсерінен пайда болған. Оның суы мөлдір әрі көгілдір түске боялып, жыл мезгіліне байланысты түсін өзгертіп тұрады. Көлдің айналасын қарлы шыңдар мен қалың ормандар қоршап, ерекше әсем көрініс береді. Бұл жерге келген адам таза ауаны сезініп, қаладағы қарбаластан алыстап, табиғатпен үндеседі. Бұл сапар маған ерекше әсер қалдырды. Табиғаттың сұлулығы, таудың тыныштығы мен таза ауа ұзақ уақытқа дейін есімде сақталатыны анық.